менің өмірім күнделікті қайталана беретін тірліктерден ғана тұрып қалады ғой. Үй, тамақ, бала-шаға солай болып қалған кезде мен қолданатын техника армандау. Армандау қанат бітіреді ғой адамға. Армансыз адам ормансыз бұлбұл болмайды дейді. Армандауың тоқтады ма, болды. Өмірде мән қалмайды. Ол өмірдің мәнін береді негізі. Жалпы арманды қалай жазу керек? Мен өзім техникалармен бөлісейін, өзімнің қадамдарыммен. Бірінші, осындай ешкім жоқта, табиғатта, жақсы көңіл күймен отырып жазу керек. Біріншіден. Екіншіден, 100 арман жазу керек. Айтып жатады ғой, 100 арман жазу керек. Неліктен? Өйткені біздің миымыз шектеулі да, біз өзімізге ойлануға мүмкіндік бермейміз. Бірақ шындығына келгенде біздің армандарымыз, бастапқы армандарымыз біреуден қайталау болуы мүмкін, біреуден қызығып көрген нәрселеріміз болуы мүмкін да, ал шынайы армандарымыз, шынайы қалауымыз біз ойланып бастап бір соңына қарай 80-90 кезінде шығады. Үшіншіден, біз армандарды өткен және осы шақта жазу керекпіз. Болашақта жазудың қажеті жоқ. Болғым келеді деген сайын ол келмейді. Сен сезініп, қазіргі сәтпен жазуың керек. Осындай болып жатыр, немесе болды деп жазғанда сезінесің да ол нәрсені. Ол өте маңызды. Және одан кейін төртінші детальдармен жазу керек. Детальдар, үй алғым келеді десеңіз, оның қандай үй екенін білмейсіз ғой. Кәдімге жазу керек. 3 бөлмелі, жаңа ЖК-дан, комфорт класста, бизнес класста, осында бөлмелер болған қалайым деп прям жазсаңыз, сіз көз алдыңызға елестетесіз, визуализация шақырады оның барлығын. Және соған жетесіз. Өйткені үй алуыңыз мүмкін, сіз 1 бөлмелі де алуыңыз мүмкін, немесе ескі үй алуыңыз мүмкін. Бірақ сіз жаңа үйді қалайсыз, нені қалайсыз, соны жазасыз. Бесінші, сіз жазған кезде, армандар жазған кезде, ақшам жете ма деген сұрақ болмау керек. Арман деген сонысымен арман қол жетпейтін деп айтады. Ал бірақ Аллах үшін бәрі мүмкін да. Сондықтан жазған кезде қиялдау керек. Мысалы, мен бассейнге баруым керек дей салмайсың. Сен мысалы жаңағы тікұшақ алғың келеді, мүмкін ол арман шығар, ақшам жетпеуі мүмкін. Бірақ бұл жерге сұрақ қоймайсың, мен ақшам жете ма деп. Аллахтың ақшасы жетеді. Аллахқа мүмкін емес нәрсе жоқ. Сондықтан шектеу қоймай, миға армандай береміз. Сенде бүкіл ақша бар, әлем бүкіл ақшасы бар. Не істегің келеді, соны жазасың. Одан кейін алтыншы нәрсе ұсақ армандар болу керек. Ұсақ армандар дегеніміз жаңағы бассейн. Бассейнге бару прям ол мақсаттың бірі ғой, былай қарағанда. Үлкен арман емес қой. Сенің армандарыңның ішінде галочка қойылатын жер болу керек. Сонда вау, орындалып жатыр деген эффект болады. Ал сен бұрынға үлкен нәрсені армандап кетсең, галочка жоқ болатын болса, сен сенбейсің. Сондықтан да арманыңа қол жеткізуге тағы бір мүмкіндік беретін ұсақ армандар. Міндетті түрде жетіншісі сену керек. Арманыңды жаздың ба, оның орындалатынын сен. Сенбейсің ба, Аллаға сенбейсің. Өйткені сен оны Аллаға хат жолдағандай жіберуің керек та. Арман жазу техникасы менде осындай. Егер пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер, және міндетті түрде сіздің ең үлкен арманыңыз қандай жаза кетіңізші, мүмкін бір-бірімізге пайдамыз тиіп қалар, мүмкін арманыңызды орындап қаларымыз бірге. Жарайды ма? Және осы техникаларды орындап жасап